Ассалаумағалейкум барша дірімлігі сүйер қауым, арнама қош келіпсіздер. Әдеттегідей достар, сіздерден қолдау күтемін. Каналымызға тіркеліп барынша қолдап жүріңіздер достар. Лайктарыңызды аямаңыздар, және де әрбір видеомызды жіберіп алмас үшін қоңырауша түймешесін басып қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болатын еді. Бүгін енді біз жаңа аккаунт рубрикасының 7-ші шығарылымын шығаратын боламыз. Тек сіздерден қолдау күтемін достар. Осы видеодан 100 лайк санын жинайық. Келесі апта видео шығаруға кішігірім мотивация болсын. Ал сіздерге сәттілік тілеймін, жақсы көрілім тілеймін. Олай болса мен көп созбай бастайын. Кеттік видеоға достар.
2,000 years later. Әзірге осындай құрам менде достар. Жүйіл күнде енді күнде бір керемет қорғаушы емес екен, өзіме қатты ұнаған жоқ. Жылдамдығы дамымай қалды дұрыс. Тамори мықты қорғаушы, одан кейін Эрнандес бар, мықты. Ляо да мықты енді. Педри мен Эдегордың да ойындары өте керемет, өзіме ұнады. Мбаппе және де Ди Мария, осы ойыншылар енді әзірге. Мына жерде Ханданович бар, қақпашы, қосалқы қақпашы болу керек деген ойдамын. Және де Эдуард Менди, бұның рейтингі 81-ге түсіп қалды. Алдағы уақытта түсуі мүмкін деп ойлап отырмын, 80-ге дейін түсіп қалуы мүмкін деп отырмын. Сол себепті бұны сатқан жоқпын. Олд болып қалады. Ханданович та олд болып қалады. Келесі жылдар по-любому рейтингі түседі оның. Осы енді мына жерге Рис Джеймсті алсам, Билл енді көп ойнап жүрген жоқ, онда рейтингі түсіп қала ма деп отырмын. Енді мына жерге Ди Марияны қоямын да, шабуыл шебіне Решфордты сатып аламын. Решфорд пен Мбаппе тамаша жұп құрайды деген ойдамын. Решфордтың ойыны өзіме ұнады. Жолы турнирде ойнап көріп едім. Одан кейін енді қосалқы құрамға Асимхем бар, Мартинес бар, Лаутаро. Одан кейін Беллингхэм бар, потом содан кейін Букайо Сака бар. Енді әзірге сондай ойыншылар бар. Сіздердің нұсқаларыңыз қандай? Жас мықты ойыншылардан жасақтағым келіп отыр. Енді нұсқаларыңыз болса, жаза кетсеңіздер болады. 9-дық жоқ, менде 9-шы нөмірмен ойнайтын мықты шабуылшы, оған Асимхемді алам деп отырмын. 10-шы нөмірмен ойнайтынға Маркус Решфордты алам. Жалпы енді осындай состав болады. Әзірге 8-ші нөмірмен Эдегор ойнап жүр, 6-шы нөмірмен Педри ойнап жүр менде. 7-ші нөмір әрине Килиан Мбаппе, 11-ші нөмір Анхель Ди Мария достар. Осындай құрам. Видео ұнаса, лайктарыңызды аямай басып, барынша қолдап жүріңіздер. Сіздердің әрбір лайктарыңыз мен үшін керемет қолдау, керемет мотивация. Қолдауларыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар достар.